Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері? Бүгін мен сіздерге осындай пион гүлін жасап көрсететін боламын. Бұл өте қарапайым әрі оңай жолмен жасалады. Қазір оны қалай қатыру керек екенін, қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Оның үшін осындай кондитерлік магазиндерде сатылатын осы коробкаларды сатып аламыз. Бұл кекс пісіруге арналған қағаз, бумажный. Мен бұны алдын ала дайындап аламын. Осы жерінен кесіп, осылай бүктеп скотчтаймыз. Бұл қазір бізге гүлді қатыру үшін қажет болады. Кішкентай, сәл үлкендеу, ең үлкені біреуін кеспейміз, осылай қалдырамыз. Енді осылай қажетті мастикамды жайып алдым. Осындай вырубканы алдым. Бұл вырубканың бәрімен жасамаймыз. Яғни ішінде санаулы 3 вырубканы аламыз. Үлкенін қалдырамын. Осы үшеуімен жасайтын боламыз. Үшеуін шығарып аламыз осылай. Мына ең кішісі. Мына үшеуін шығарып алдым. Қазір оны қалай қатыратынымды көрсететін боламын. Осындай губканы аламыз. Негізі арнайы губкалар болады. Менде жоқ болғасын осындай үтіктің ішінен шығатын, сондай бұйымдардың ішінен шығатын губканы алып алдым. Тазалап, сүртіп. Енді жаңағы үлкенін осындай құрылғыменен ұш жақтарын тек қана осы шеттерін ғана осылай жайып шығамыз. Қатайтетіп. Бұл бізде ең үлкен лепестогы. Анакей. Енді бұны жаңағы скотч жабыстырылмаған қорапшаға саламыз. Бұны осылай істеп аламыз. Бұл ең үлкен вырубкамен жасалған лепестогымыз, ең үлкені. Ол сыртына кетеді. Енді бізде екеу қалды, бірі кіші, бірі орташа. Енді орташасын жасаймыз.
Бұл бізде орташаны қатты мыжбаймыз, осылай орташа күйде қатырамыз. Осылай, мінекей. Енді ең кішкентайын жасаймыз. Бұл бізде кішкентайы жиналып тұру керек, ортасына кетеді ішіне. Оны да осылай тек шеттерін ғана жайып шығамыз. Осылай. Енді бұны кішкентай қорапшаның ішіне саламыз. Ана. Бұл бізде осылай жиналып тұру керек болады. Ана. Енді біз бұны сыртын жай қойып қоя саламыз. Осылай тегіс жерге қойсаңыз да болады. Ал мұндағы средний менен ішіндегісін осындай жұмыртқаның сыртына пластик ыдысқа салып қатырамыз. Өйткені бұлар ашылып кетпеу керек. Міне осындай. Мұндағыны қатты мұжбаймыз. Сәл ашық күйінде қалдырамыз. Енді бұны 3-4 сағатқа қатырып қою керек. 3-4 сағат болмаса, бір күн қатырып қойса да болады. Мен көбіне бір күн қатырып қоямын. Бір күннен кейін кешегі жасаған лепестоктарымыз осылай қататын болады. Яғни алып тастаймыз. Мына. Осылай жасап дайындап қойсаңыздар болады. Енді бұны осылай бір-бірінің ішіне салып қатыратын боламыз. Мінекей. Енді бұны көбіне мен арнайы гельменен жабыстырамын, өйткені суменен жабыстыру өте қиын. Сәл қатыңқырап қалғасын, сумен жабыстыру қиындау болып қалады. Сондықтан гельменен жабыстырамыз арнайы. Бұл кондитерлік магазиндерде сатылады. Осылай гельді жағамыз. Ана геліміз ұстайды. Енді мен ортасына гельді сенімсіз болсаңыздар, егер кішкене ғана мастиканы осылай жіберсеңіздер болады. Негізі гельменде жапсады. Сенімді болу үшін мен арасына осылай мастиканы саламын. Өйткені тезірек қатады. Әрі мықты болып ұстап тұрады. Кішкене ғана мастиканы аламыз. Ана. Осылай жабыстырамыз. Бізде ашылып тұрған өте әдемі пион гүлі дайын болады. Енді бұны ортасына теченканы аламыз. Сізде бусылар болса, жылтыр түсті, золотисты бусылар болса, ішіне салып қоюға да болады күлейлеп. Менде бусылар жоқ болғасын, осындай теченкаларды пайдаландым. Мұны ортасына осылай кетеді.
Қазір бұны қалай жасау керегін көрсетіп боламын. Осылай көбірек аламыз. 7-8 штук болсын. Одан да көбірек болса да болады. Осылай алып, екіге ораймыз. Мінекей. Енді бұл сәл ұзынырақ болғасын, мен астын кесіп тастаймын. Енді мына жерге мастикаменен біріктіреміз. Ақ мастиканы алсаңыз да болады, не розовыйды алсаңыз да болады. Сарыны, менің теченкам сары болғасын, сары түсті алдым. Осылай біріктіріп, шашылып кетпесін үшін біріктіріп аласыздар. Мінекей. Енді гүліміздің ортасына жаңа клейімізді жағып, теченканы орналастырамыз. Мұны біздің өте қарапайым әрі оңай жолмен жасалатын пион гүліміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Әдетте осындай штамповкалармен, вырубкамен жасаса да болады. Мен сіздерге бүгінгі жасаған гүлім видеоролигім сіздерге ұнаған болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.